Бұл міне Нугабыстың жилеті. Жилет деп айтылады негізі. Армысыздар, қадірменді тыңдармандарым, достарым. Мен бүгін сіздерге Нугабыст Medical фирмасының оңтүстік Кореяның шығарған өнімі Нугабыст деп аталатын. Міне осындай көрініп тұр ма Нугабыст деген? Осындай жилет деп айтылады, негізі жакет деп айтады кейбір кезде. Осындай жилетімен таныстырғым келеді. Бұл тоққа қосылады, өздеріңіз көріп отқандарыңызда, мен әлі қосқан жоқпын. Сосын мына тұрған ненің барлығы, мынау тұрған магнит сияқты болып тұр ғой енді, кәдімгі. Осы мыналардың барлығы турмалиннен жасалған. Бұлардың бәрі тоққа қосқан кезде ысыйды. Сосын бұны жауырыны шаншулап қалған адамдар киіп алады арқасына. Содан ысыйды. Ысығаннан кейін шаншу қадалып қалған жер бірден қайтады. Ешқандай уколдың да басқаның да қажеті жоқ. Өте керемет нәрсе. Сосын бұның бір жақсы жері компактный бұл. Бүйтіп аласыз да, кәдімгідей пакетіңізге салып алып кете береді. Кішкене ғана пакетке сыйып кете береді. Мен мынадай видео сияқты бір материалмен берілген, осындай. Бір жағында ғана бар, мынау ысыйтын жағы. Өте керемет дүние. Келген пациенттер шаншулап келген кезде Нугабыстың матрасына жатқызамыз да, мұнан үстіне қойып қоямыз. Сол кезде ақтер көктер болып терлейді. Сосын шаншулап тұрған, шаншу қадалып тұрған жауырынға, қадалып тұрған шаншудың барлығы кетіп қалады. Сөйтіп жап-жақсы болып қайтады. Ешқандай уколдың да дәрінің де керегі жоқ. Осы Нугабыстың жилетінің өзінің көмегі зор. Негізі өте жақсы жасалған, әрі матрасқа қарағанда бағасы бұның арзандау. Мен келген пациенттерге қолданамын. Өзіміз былай цистит болған кезде арендаға береміз кейде. Бір күнге алып кетеді арендасына. Сөйтіп циститпен ауырған адамдар бір күннің ішінде емделіп алады. Цистит болған кезде де ол да салқыннан болатын нәрсе ғой. Жауырынға шаншу қадалу ол да салқыннан болатын нәрсе. Ыстықтап тұрып салқынға шығып қалған кезде пайда болатын нәрселер барлығы суықтан болатын. Солардың барлығына жақсы көмегі болады. Өте жақсы дүние, мен қазір қосып көрсетейін. Бұл өзі MHP100 деп аталатын модель. Осылай айтады, MHP100 деген модель деп айтылады. Накидка деп жазады, негізі өзінің паспортында накидка деп жазылған. Қазақшалап аударған кезде оны жамылғы деп айтуға болады, негізі. Бұл енді Нугабыст Медикалдың үздік өнімдерінің бірі. Бұл енді бір өзі магнитотерапияны, прижиганияны, булау, ысту, нүктелі массаж, банкі қою, горчичник қою, парға отыру, инфрақызыл сәулелермен емдеу, солардың барлығын бір өзі ауыстыра алады. Енді бұны қалай пайдаланамыз дейтін болсақ, тамақ ішіп болғаннан кейін, бір сағаттан кейін ғана қолдану керек. Аш қарынға немесе қатты тойып тұрған кезде пайдалану дұрыс емес. Ал бұндай MHP100 деген модель егер сіздің үйіңізде болатын болса, онда таңға дейін осыны пайдалансаңыз болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ұйықтаған кезде сіз ұйықтайсыз, ал сіздің организміңіз жақсы емделіп алады. Егерде үйіңізде болса, күнделікті қолданатын болсаңыз, көптеген аурудан аман боласыз. Көп аурулардың алдын алып тұрады. Неғұрлым көбірек пайдалансаңыз, соғұрлым денсаулығыңыз жақсы болады. Осы турманевый керамиканың үстінде отырсаңыз, неғұрлым көбірек отырсаңыз, соғұрлым қан айналым жақсы болады. Қан сұйылады, ағзаңызда зат алмасу процесі жақсы жүретін болады. Бұл жамылғы тұмаумен ауырғанда жөтел, тамақ ауруы, бронхит, пневмония, аяқтың мұздай болып тұруы, бүйрек ауруларында, жауырынға шаншу қадалғанда, қанның қоюланғанында, әлсіздік белең алған кезде, жалпы әлсіздік кезінде, иммунитеттің төмен болған кезінде, менингит, ревматизм, жел қарысып қалу, салқыннан болған тіс ауруы, іш қату, іш өту,
бел ауруы, грыжа, өт ауруы, бауыр ауруы, ұйқы безінің қабынуы, ревматизм, остеохондроз, радикулит, лицевой неврит сияқты суықтан болған аурулардың барлық түрінде осыны пайдалануға болады. Кейбір кезде көптеген аурулардың алдын алу мақсатында да пайдалана берсеңіз болады. Қанды сұйылтып, жақсы ауырмауға, иммунитетті көтеруге көптеген себі бар. Олай болса, нугабес жамылғысы туралы жақсы мәліметтер бердім деп ойлаймын. Егер де түсінбей қалған сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Сіздермен бірге болған Айнұр Оразымбетова. Біздің арнамен бірге болыңыздар. Біздің арна дәрі-дәрмексіз ем түрін зерттейді. Сол туралы жаңа мәліметтер, тың мәліметтер іздестіріп, зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Сөйтіп, жаңа мәліметтер ұсынып тұратын боламыз. Сондықтан егер де сізде нугабес болатын болса, өзіңіз пайдаланып жүрген болсаңыз, қандай пайдасы болды, сол туралы комментарий қалдырсаңыздар болады. Егер де мәліметтер ұнаса, лайк басыңыз, комментарий